Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге жақында ғана үйренген өте дәмді, ерекше салатпен бөлісейін деп тұрмын. Рецепті өте ұнады. Қабыл алыңыздар. Бізге қажетті ингредиенттер: тауықтың еті, жаңғақ, баклажан, укроп, чеснок және қаймақ қажет. Ең алдымен баклажанның басын аяғын алып тастап, ұзынша етіп, жалпақтау етіп кесеміз. Міне дәл видеода көрсетілгендей етіп кесіп алыңыздар. Жіңішке жұқа болса өте дәмді болады. Міне жұқалығы примерно осындай болу керек. Баклажанның барлығын ұзынша етіп кесіп алғаннан соң тұз сеуіп, тұзды жақсылап бетіне жағып, сіңетіндей етіп жағып шығамыз. Табаны отқа қойып, май құйып, кішкене қыздырамыз. Қызғаннан кейін баклажанның екі бетін әдемі етіп, қызартып қуырып аламыз. Міне видеодағыдай етіп, екі жағын пісетіндей етіп қызартамыз. Қуырылған баклажандарды осындай сухой салфеткаға қойып аламыз. Себебі салфетка баклажанның майларын сіңіріп алады. Баклажандарды түгел қуырып болғаннан соң ұзынша етіп, видеодағыдай етіп, турап кесіп дайындап алыңыздар. Содан кейін суда піскен тауықтың етін, төс етін немесе жай ғана тауықтың етін пайдалануға болады. Осылай қолменен ұзынша етіп жұлып турап аламыз. Содан кейін бір тіс чесногымызды осындай теркадан өткіземіз. Содан кейін жаңғағымызды пышақпенен майдалап турап аламыз. Содан кейін жаңғағымызды турап араластырамыз. Укропты да майдалап турап, немесе петрушка пайдалануға да болады. Дәмі өте дәмді болады. Ең соңында қаймағымызды салып, жақсылап біркелкі араластырамыз. Қаймақтың орнына майонез салуға да болады. Өз қалауларыңызға қарай салуға болады. Дәмі өте ерекше дәмді болып шығады. Жасап көруге кеңес беремін. Видео ұнаған болса, өз пікіріңізді жаза кетіңіздер. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.